мектебім алғашқы ұстазым, асты қой бәрі. Армысыздар, улағанды ұстаздар, ардақты ата-аналар және жаңа оқу жылының күміс қоңырауы күнін сағына асыға күткен оқушылары. Бүгінгі шаттыққа толы білім мерекесі құтты болсын. Өмір бойы мектебімді жүретем, бір өзіңде бақыт білім берекем, шәкірттерім көрестесін өрдесін, құтты болсын білім күні мерекем. Мектеп деген білім күні жыр күні, мектеп деген ғылымның ең үздігі, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың түндігі. 1 қыркүйек айрықша мәні бар айтулы білім күні. Білім күні жас жүректердің дүрсілі. Мектеп табалдырығын алғаш рет аттап, мектеп атты зәулім ғимаратқа имене көз тастап, 1 сыныпқа қадам басқалы тұрған бүлдіршіндерді шын жүректен құттықтаймын. Сандра, білесің бе? Биылғы оқу жылы өзге жылдардан ерекше. Себебі биылғы оқу жылында оқушыларымыз қашықтықтан білім алады. Иә, санаулы ұрпақ ұлт болашағы. Ал сол санаулы ұрпақты қалыптастырудың негізі тәрбие мен білімде. Қазіргі технология дамыған заманда оқушыларымыз еш кедергісіз қашықтықтан сапалы білім алып шығады деген ойдамыз. Құттықтау сөз гимназия директоры Құсайынова Қола Құсымбекқызына беріледі. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті оқушылар, ұстаздар, ата-аналар. Сіздерді бүгінгі сағыныш пен шаттыққа толы мереке білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі күн ерекше күн. Барлықтарыңызға жақсы көңіл күй, жетістіктер, тың ізденіс, шығармашылық табыс, жаңа бастамаларда сәттілік тілеймін. Бүгінде гимназияда 700 оқушы жаңа оқу жылын бастағалы отыр. Тиісті мемлекеттік органдардың шектеу шараларының нәтижесінде биылғы оқу жылы ерекше басталмақ. Мектеп алды даярлық 2-11 сыныпта қашықтан оқытылып, 1 сыныптарда кезексіз сыныптар ұйымдастырылып, яғни 1 сыныптар 15 баладан аспайтын топтарға бөлініп оқытылмақ. 1 сыныптар 2 ауысымда сатылы кестеде оқиды. Жалпы кезексіз сынып саны 8. Оқыту барысында барлық санитарлық гигиеналық талаптар сақталады. Біз өткен жылы толайым табыстарға қол жеткізіп, биік белестерді бағындырдық десек болады. Батыл бастамаларға дайын екенімізді және қашықтан оқытуды іске асыра алатынымызды дәлелдедік. Алайда алар асуларымыз әлі де алдыда. Ерлік сонда, ерлік қайда болса елдік сонда. Біріккен бітіреді, ұйымдасқан ұтады демекші, биылғы оқу жылында нәтижелі аяқтайтынымызға сеніміміз мол. Жаңа оқу жылының басталуымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Оның басталуы туралы бұйрықпен таныстыру үшін сөз директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Ниязова Айгүл Қырықбайқызына беріледі. 14 тамыз 2020 жылғы гимназия директорының номер 101 бұйрығы. 2020-2021 оқу жылының басталуы 2020 жылғы 1 қыркүйек. Екінші, жаңа 2020-2021 оқу жылы 37 сынып комплектісі бекітілсін. Үшіншіден, барлық санитарлық эпидемиологиялық шараларды сақтай отырып, 1 сыныптағы 91 білім алушы кезекші сынып режимінде 8 топта 2 ауысымда оқытылсын. Төртіншіден, мектеп алды даярлық және 2-11 сыныптағы білім алушылар қашықтан оқу режимінде оқытылсын. Қадамыңа гүл бітсін деп ел халқың, қошеметтеп қолын соғар ер жалқың. Білім ал нұр жаусын тек талабыңа, ең кішкентай оқушы қылығын алтын. Құттықтау сөз жас достарымыз, бүгінгі салтанатты жиынымыздың жауқазындары, әдемі де сүйікті 1 сынып оқушыларында. Қуаныш бүгін мереке, шуағын шашып тұра әлем, мектепке келген алғашқы жандосым саған мың сәлем. Сәлем саған мектебім, алғыстарым көп менің, оқу білім тәрбиесі өз санама еккені. Биыл мен де мектепке 1-шіге барамын, мақтанбаймын мектепке, дайын дәптер қаламым. Келік жоқ кеселі, оқушымен көселі, білім алып бойып мен, ойымда енді өседі. Қыркүйек күніммен, аңқыған жұпар гүліммен, келбей мені қарсы алды секімі қоңыры әнімен. Алдына келіп ұстазым, тұңғыш қалам ұстадым, күлім деген көзіне, мейірімді
сезіндім. Мектепке енді барамыз, біз оқушы боламыз, жақсы оқып сабақты кірем бестік аламыз. Биылғы оқу жылы ерекше басталғандықтан алға артып жатырмыз. Алайда, ол бүлдіршіндеріміздің қуанышын ысырып тастау емес. Дәл қазір оқу жылы басталуымен ең маңызды сәті алғашқы қоңырау соғылу рәсімінің куәсі боласыздар. Алғашқы қоңырау соғылу құрметіне ие болып отырған бірінші сынып бүлдіршіндерін ортаға шақырайық. Бірінші А сынып оқушысы Себет Дінмұхамед, сынып жетекшісі Оғапова Айсұлу Жеңісқызы. Бірінші А сынып оқушысы Құмарбекқызы Кәусар, сынып жетекшісі Ақмедиярова Гүлжира Топкішқызы. Бірінші Б сынып оқушысы Сапарова Гүлім, сынып жетекшісі Бекенова Бота Сабырғалиқызы. Бірінші Б сынып оқушысы Ардақ Нұрали, сынып жетекшісі Машаева Жанар Тұрғанбаевна. Соғылсын қоңырау соғылсын, сындыла мәңгілік сындыла. Толқыған жүректер тоғысын, толдырып бір арна бір жырға. Соғылсын қоңырау соғылсын. Шаттықтың үніндей мәңгілік, соғылсын қоңырау соғылсын, қуаныш әніндей жаңғырып, жүректер ақ нұрға толықсын. Соғылсын қоңырау соғылсын. Мінекей, алғашқы қоңырауда соғылды. Барлық білім алушылардың оқу жылының басталуымен құттықтаймыз. Қызыл гүл жайнайды төрімде, қызықты күнімде кешімде, алғашқы қоңырау дауысы қалады мәңгілік есімде. Құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар, осымен білім күніне арналған салтанатты жиын аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.